Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қысқаша көбейту формулалары. Қысқаша көбейту формулаларының ішінде бізде бірнеше формула бар. Соның ішінде біз екі формуланы аламыз. Екі өрнектің квадраттарының айырымы және екі өрнектің қосындысы мен айырымының квадраты. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласы өрнектерде ықшамдауда қолдану. А квадрат минус Б квадрат тең болады екі шақша А минус Б бірінші шақша екінші шақшасы А қосу Б теңдігін квадраттар айырымының формуласы деп атайды. Бұл теңдіктің оқылуы екі өрнектің квадраттарының айырымы, олардың айырымы мен қосындысының көбейтісіне тең. Квадраттар айырымының формуласына мысалдар қарастырайық. 25 минус М квадрат тең болады бірінші шақшада М минус Б, екінші шақшада М қосу М. 5. Екінші мысал, y квадрат минус 0,49 x квадрат тең болады бірінші шақшаға y минус 0,7 x көбейтеміз екінші шақшаға y қосу 0,7 x. Квадраттар айырымының формуласын қолдану барысында әртүрлі есептеулерді жеңілдетуге өрнектерді ықшамдауға болады. Квадраттар айырымының формуласын теңдеулерде шешуде кезінде де қолдануға болады. Мысалы, 1,69 минус z квадрат тең 0. Осы теңдеуді шешуіміз керек. Бұл теңдеуді шешу үшін біз квадраттар айырымының формуласын қолданамыз. 1,69 минус z квадрат тең болады. Бұны біз екі шақшаға жіктеп аламыз. Бірінші шақшада 1,3 минус z көбейтілген екінші шақшаға 1,3 қосу z. Бұдан біз екі шақшаны 0-ге теңестіріп, осы теңдеуді аламыз. Онда теңдеудің түбірі бірінші түбірі 1,3, екінші түбірі минус 1,3 болады. Ал енді балалар, бірінші тапсырма. Осы тақырыбымызға байланысты бірінші тапсырманы орындайық. Өрнектерді ықшамдап, сәйкестігін табыңыз дейді. Мына жерде өрнекте 4 өрнек беріп тұрмын, соның шешімін табайық. Бірінші өрнек 5 қосу b көбейтілген 5 минус b минус b квадрат. Бұл жерде егер жақшаны ашып, екі жақшаны бір-біріне көбейтіп ықшамдасақ, бізде минус 25 қалады екен. Екінші өрнек c квадрат қосылған 9 минус c көбейтілген 9 қосу c. Бұл жерде де дәл солай, екі жақшаны бір-біріне көбейтіп, өрнекті ықшамдап аламыз да, бізде 81-дің өзі қалады екен. Үшінші өрнек 0,9 минус c көбейтілген 0,9 қосу c минус А көбейтілген 1 қосу А. Ол бізде шығады, жақшаны көбейтіп бір-біріне, өрнекті ықшамдап, ең соңында бізде минус 2А квадрат минус А қосылған 0,181. Төртінші өрнек К көбейтілген 5 минус К қосылған, бірінші жақшада 1,2 қосу К, екінші жақшада К минус 1,2. Осы өрнектерді жақшаны бір-біріне көбейтіп, орта көбейткішті жақшаға көбейтіп, өрнекті ықшамдап алғаннан кейін бізде соңында 5К минус 1,144 шығады екен. Бағалау критерий бойынша көбейткішті жіктеу үшін біз А квадрат минус Б квадрат тең болады, екі жақшаға жіктейміз. А минус Б бірінші жақша, екінші жақша А қосу Б формуласын қолданады. Екі өрнекті квадраттардың айырмасының формулаларын пайдаланып, екі өрнекті ықшамдайды. Ықшамдалған өрнектің шешімінің сәйкестігін табады. Бұл жаңағы бірінші тапсырма бойынша дескрипторы. Енді балалар, біз оқулықпен жұмыс жасайық. Номер 31-де бірінші жаттығуды орындайық. Көбейтуді орындаңдар. Бірінші өрнек x қосу y, екінші өрнекке көбейтілген x минус y. Екінші өрнек m минус n көбейтілген m қосу n. Үшінші b минус 2 көбейтілген b қосу 2. 3 минус c көбейтілген 3 қосу c. 4 қосу k бірінші шақшада, екінші шақшаға көбейтілген 4 минус k. 0,4 қосу n көбейтілген 0,4 минус n. Осы өрнектерді орындап, теңдігін жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды, балалар. Назарларыңызға рахмет.